Төрт қаланың қайсысы артық? Трир, Көлн, Түркістан немесе Аугсбург? Дұрыс жауап Түркістан. Ерте кезде ол Ясы деп те аталған. Түркістан қазақ даласының рухани жүрегі. Мұнда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі орналасқан. Ол 14-ші ғасырда салынған. Орталық Азия мұсылмандары үшін ол Меккедей қасиетті. Мұнда 15 секунд ішінде артық эмодзиді тап. Таптың ба? Жарайсың. Тексеріп көрейік. Міне, осы артық эмоджи. Ал Қазақстанның басқа көне қалалары мен олардың атаулары туралы ғалымдар не дейді? Қане көрейік. Алматы жүздеген жылдық тарихи бар көне атау. Қазіргі Алматының аумағынан археологтар көне дирхам теңгелерін тапты. Олардың бетінде анық жазылған түшке жер Алматыден соғылған, яғни Алматы қаласында соғылған. Бұл 1271-1272 жылдары болған. Сондай-ақ мұнда 10-12 ғасырларға жататын ұстахана табылған. Ол жерде шеберлер сол кездің өзінде қылышты жай темірден емес болаттан соққан. Таразға 2000 жылдан асты. Ол 5-ші ғасырда Ұлы Жібек жолындағы маңызды сауда орталығы ретінде аталады. Мұнда ғимараттармен қатар археологтар саздан жасалған көне су құбырларын тапқан. Жолды лабиринттен тап. Таптың ба? Жарайсың. Тексеріп көрейік. Шымкент мықты, жасыл әрі көне қала. Атауы қатты қала дегенді білдіреді. Құмнан салынған қала, яғни жерден тұрғызылған. Қала қамал керуен жолдарын қорғау үшін салынған. Ол 12-ші ғасырда пайда бола бастаған. Боралдай сақ ақсүйектерінің алып қорғандарын сақтап отыр. Тұтас бір өлілер қаласы іспетті. Мұнда 47 қорған бар, кейбірінің биіктігі 14 метрге дейін жетеді. Көпшілігінде адамдардың, аттардың сүйектері, әшекейлер мен бұйымдар сақталған. Боралдай біздің заманымызға дейінгі 6-4 ғасырларда құрылған. 30 секунд ішінде екі суреттегі 5 айырмашылықты тап. Сен қанша айырмашылық таптың? Көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Отырар немесе ескіше Фараб. Біздің ойшылымыз Абу Насыр Әл-Фарабиді дүниеге әкелген қала. Мұнда көп базарлар, моншалар мен сарайлар болған. Семей атауы Семипалатинск сөзінен шыққан. Бұл екі орыс сөзінен құрылған, сем және палата. Орыстар осы жерге келгенде көне қаланың орнында 7 кірпіштен салынған сарайдың қирандысын көрген. Палата сөзі ол кезде сарай деген мағынаны білдіретін. Екі суреттегі 5 айырмашылықты тап. Сен қанша айырмашылық таптың? Көрейік. 1,
2, 3, 4, 5. Қазақстан аумағындағы көне қалалар мен қоныстардың орналасуын қарастырайық. Біздің дәуірімізге дейін, яғни 2000 жылдан бұрын, пайғамбар Исаның дүниеге келуінен бұрын негізі қаланған көне қалалар. Ботай 4-3 мыңжылдық, Тамғалы таңбалы деп те аталады 3 мыңжылдық, Сарыарқа өңірі 1 мыңжылдық, Қорғантас 1 мыңжылдық, Баланды 4-2 ғасырлар, Черикрабат 4-2 ғасырлар, Қарақабақ 1 ғасыр, Сайрам Испиджаб деп те аталады 1 ғасыр. Біздің дәуіріміздің 5 ғасырына дейін негізі қаланған көне қалалар. Тарас, Талас деп те аталады 1 ғасыр. Түркістан, Ясы деп те аталады 4 ғасыр. Күлтөбе 5 ғасыр. 7 ғасырда негізі қаланғандар. Отырар, Фараб деп те аталады. Сауран, Қайлық, Қараспан төбе. 9 ғасырда негізі қаланғандар. Бабыш Мұла, Құйық кескен, Талғар, Талхиз деп те аталады. Біздің дәуіріміздің 17 ғасырына дейін негізі қаланған көне қалалар. 10 ғасырда негізі қаланғандар. Алматы, Алмалы деп те аталады. Сарайжүк, Қанға баба, Қызылқала, Жанкент, Жанқала, Сығанақ, Қақпатас, Қарамерген. 11 ғасырда негізі қаланғандар. Бозоқ, Жанана, Беленана. 12 және 13 ғасырларда негізі қаланғандар. Шымкент, Ақтөбе Лаэти, Жайық, Жалпақтал, Семей. 16 ғасырда негізі қаланғандар. Аягөз, Тұсқала.